Даңыз дейді, аларды бөлек, бұларды бөлек, сандарды бөлек және яғни қараңыз. Минус 3-ті 2,5-ке көтсеңіз, минус 7,5 а шығады. Минус 4,8-ді минус. Егер минус санға көбейтілсе, жауап плюспен шығады. 4,8 бен 3-ті қысқартыңыз өзара 1,6, соны 5-ке көбейтсеңіз 8а шығады. Және мынада 2 көбейтіледі 0,25-ке. 2 0,25-ке көтсеңіз 0,5а шығады. Енді қосуларын есептеңіз, 8-ға 0,5, 8,5, 7,5 шығады 1а. 1а дегеніміз ол жай ғана а. Жай ғана а бізде бар А вариантында, Б вариантында бар, С-да жоқ, Д-да жоқ, Е-да жоқ. Яғни ол екеуінің қайсысы дұрыс екенін білесіз. Сандар қысқарып жойылып кететін көрініп тұр бірден. Б бола ма, болмай ма соны тексересіз. Ал Б-ны тексеру үшін минус 3-ті мынаған Б-ғаларға көбейтіп шығыңыз, минус 4,8-ді Б-сына көбейтіп шығыңыз. 2-ді Б көбейтіп ең соңғы минус 3 Б-мен 4 жерде Б шығады, міне алғашқы 3 жақ жерде және 4-ші минус 3 Б. Соларды есептегенде Б қалса А вариант шығады, қалмаса онда Б вариант шығады. Сәбен екінші тестте бірінші қарағанда 20% көп. Яғни күрделі процент әр өзгер 100%-пен салыстыру керек. Егер 20% көп болса, демек ол 120%. 120% деген сөз ол 100-ден 120 деп жазылады. Үшінші тестте екінші қарағанда 50% көп. Тағы да көп, тағы да өз алдына жаңа 100% деп аламыз. Әр тесттің қорытындысы өз алдына жаңа 100%. 100-ді 50%-ке қоссаңыз 150% шығады, немесе 100-ден 150. Төртінші тестте үшінші қарағанда тағы да 4-ке артық балл алып 40 баллға ие болды. Яғни тағы да 4 қосылды, сол кезде 40 болды. Бірінші тестте қанша алған? Бірінші тестте x. Қараңыз, бірінші тест x. Екінші тест 20% көп. 100-ден 120-ға көбейтіп, екінші тесттің қорытындысы шықты. Сосын үшінші тест осы екіншіден 50% көп. 100-ден 150-ге көбейттік, үшінші тесттің қорытындысы шықты. Соған 4-ті қостық, 40 балл шықты. Яғни 40-тан 4 жасаса 36, мынарды 0-дерін қысқартып, оң жаққа қарай бөліп жібереді, орнын ауыстырып x шығады. Бірінші тесттің баллы шығады. Қыры 3 метр 6 сантиметр деген сөз 3,106. Кубтың көлемін табыңыз. Кубтың көлемі деген қалай? Кубтың көлемі деген сөз ұзындығы ені биіктігін көбейтіндісі. Ал куб ол барлық қырлары бірдей. Мысалы, мынада А болса, мынада А, мынада А. Демек, кубтың көлемі А көбейту А. Немесе А куб. А куб болғандықтан ол куб деп аталады, дұрыс па? Осы А-ның мәні бізде 3,106. Яғни біз 3,106-ны көбейтеміз 3,106-ға, көбейтеміз 3,106-ға. Сол кезде бір сан шығады, ол ондық бөлшек шығады. Жауапты бүтін санға дейін жуықтаңыз. Бүтін санға дейін жуықтаңыз деген сөз. Яғни егерде жауап айталық, мысалы басқа бір сан алам, жауаптан емес басқа бір сан алам, мысалы 39,48 деген шықса, мысалы. Онда бүтін сан деген сөз үтірден кейін ештеме керек емес. Үтірден кейін ең бірінші санға қараңыз. Егер ол 0, 1, 2, 3, 4 болса, ол алдындағы санға ештеме қосылмайды. Демек, ол 39 деп жуықталады. Ал егер мынарда 5, 6, 7, 8, 9 тұрса, ол алдына 1 қосады да 40 деп жуықталатын еді. Бірақ сізде басқаша шығады, сондықтан өзіңіз есептеңіз. Берген сандардан арифметикалық орта табу. Арифметикалық орта деген сөз арифметикалық орта. Барлығын қосамыз да, неше сан болса соншаға бөлеміз. Яғни 2 кг 800 грамм деген 2,8 кг, 1 кг 380 грамм деген сөз 1,38 кг және 3,44 кг. Осы үшеуін қосып, үшеу болса 3-ке бөліңіз. Сол кезде жауап шығады.